Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер қолжетімді өте жеңіл салат даярлаймыз. Ол үшін бізге қияр керек, редиска, жұмыртқа керек, жүгері керек консервіде. Сосын қиярымызды өте жіңішке тураймыз. Я болмаса жаңағы корейский салаттың теркісінде слайс етіп турайтын бөлімі бар. Сонымен турасаңыздар да болады. Өте жіңішке турап аласыздар қиярыңызды. Содан кейін редискімізді өте жіңішке қылып тоже солай турап аламыз. Барлығын баны сол қияр мен редискінің барлығын өте жіңішке турап шығасыздар. Жіңішкелігі 1 сантиметр болатындай даже 0,5 десе де болады. Өте жіңішке турап аласыздар. 1 сантиметр емес 0,5 болатын. Содан кейін укроп петрушкаларымызды уақтап турап аламыз. Өте уақ қылып. Сосын жұмыртқамызды теркінің ірі жағынан өткіземіз. Жұмыртқаның теркінің ірі жағынан өткізіп аласыздар. Содан кейін бәрін қосып, барлығын қосып, жүгерімізді қосамыз. Жүгерімізді бір несін консерва атыста, бір несін түгеге қоссаңыздар болады. Содан кейін 2 ас қасық қаймақ қосамыз. Майонез қоссаңыздар да болады, қаймақ қоссаңыздар да болады. Қаймақ өте жеңіл болады. Сосын кішкене тұз қосасыздар, дәміне қарай. Сосын өздеріңіз ыдысқа салып, өзіңізге ұнайтын ыдысқа салып, бәрілеп, жуанмен, көк жуанмен, сосын укроп петрушкамен әрлеусеңіздер болады. Өте тез даярланады, қолжетімді ас болсын, даярлап көріңіздер. Басқа да салаттың түрлерін осы каналымнан көре аласыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп лайк басып қойыңыздар.